Ассалаумағалейкум. Жақында Фейсбукта бір жазбаны көзім шалып қалды. Асқар Жұмаділдаев деген математикті танитын шығарсыздар. Өзінің сұхбаттарымен елге танымал болып жүрген. Сол кісінің айтып жүрген қанатты сөздерінің негізгі ойын біреу жазып шықты. Енді орысша айтқанда цитата дейді ғой. Сондағы кісінің айтып жүрген негізгі ойлары: біріншіден, қазаққа жоғары технологиялы ұлтқа айналу керек. Технологияны дамыту керек, дәл ғылымдарды дамыту керек. Гуманитарияға ұмтыла бермей, бізге дәл ғылымдарды, инженерияны дамыту керек деп айтады. Екінші негізгі ойы: бізде бос кеуде мақтаншақтық көп дейді. Біз тарихымыз бай деп мақтанамыз дейді. Оның сөзіне мен толық келісемін. Және менің оған тағы қосайын деген бір сөзім бар. Бізде шынында да бос кеуде мақтаншақтық көп. Біз тарихымыз бай деп мақтанамыз, ол рас. Жеріміз бай деп мақтанамыз. Біздің ата-бабаларымыз батыр болған, мықты болған деп мақтанамыз. Бірақ өзіміз соларға сай болуға ұмтылмаймыз. Және біз тіліміз бай деп мақтанамыз. Біз бәріміз қазақ тілін мақтан тұтамыз. Ол әлемдегі ең дамыған, ең бай, ең әдемі тілдердің бірі деп мақтанамыз. Бірақ шын мәнінде бұл сөздің шындықтан қандай алыс екенін білесіздер ме? Шын мәнінде бәрі керісінше, қазақ тілі әлемдегі ең кедей тілдердің бірі. Егер сенбесеңіздер, дәл қазір таза қазақша сөйлеп көріңіздер. Сөйлей алмайсыздар. Өйткені біздің күнделікті қолданып жүрген тіліміздің сөз қоры өте жұтаң, өте шектеулі. Күнделікті қолданыстағы қарапайым сөздердің көбінің қазақша баламасы жоқ. Алысқа бармай қойға болады, үй ішіндегі қолданатын сөздерді алып көруге болады. Мысалы, кухня, зал, спальня, прихожая, ванная, туалет, унитаз, бачок, раковина, душ, кран, сөйтіп кете береді. Бұл сөздің қайсының қазақша баламасын білесіздер? Арасында бір-екеуінікі ғана бар, оның өзін біз қолданбаймыз. Қалған бәрі орысша. Немесе құрал саймандардың атауларын алайық. Отвертка, шуруповерт, шуруп, саморез, чопик, гайка, гаечный ключ, болгарка, перфоратор, сверло, домкрат, тағы басқа кете береді солай. Бұлардың қайсының қазақша аудармасы бар? Мен ешқайсысын білмеймін. Бұрыннан бері қолданып келе жатқан, сонау көне заманнан қолданып келе жатқан құрал саймандарды білемін: балға, балта, біз, шеге деген сияқты. Ал заманауи құралдың ішінен екеуін ғана білемін: бұрғы мен сүргі. Болды, басқа ешқайсысын білмеймін. Одан басқа, мысалы, машинаның жабдықтарын алайық. Тіпті машина деген сөздің өзі қазақ тіліне аударылмаған. Оның жабдықтарын енді айтпай-ақ қойса да болады. Мысалы, бампер, капот, багажник, дворник, бензобак, коробка передач, радиатор, лонжерон, подвеска, рессор, амортизатор, сөйтіп кете береді. Бұл сөздің қайсының қазақша аудармасы бар? Ешқайсысынікі жоқ. Ал бұл кеше пайда болған сөздер емес. Олардың қолданысқа кіргенде ондаған жыл уақыт өтті. Кейбіреуіне тіпті бір ғасырдай болып қалған шығар. Бірақ бұл сөздер әлі қазақ тіліне аударылмай жатыр. Арасында енді бірен-саран аудармалары бар, бірақ оның өзінің сапасы сын көтермейді. Мысалы, қозғалтқыш деген сөз. Мен жақында ғана білдім, машинаның моторын қазақша қозғалтқыш деп аударыпты. Немесе жүргізуші деген сөз бар, иә? Бұрын біз бәріміз шопыр деп жүргенбіз, енді ол жүргізуші болып шықты. Жүргізуші деп кім айтады, айтыңыздаршы? Немесе қозғалтқыш деген сөзді кім қолданады? Ешкім қолданбайды. Оны алды да дәлме-дәл сөзбе-сөз орыс тілінен аудара салды, двигатель деген сөзді. Бірақ орыс тілінде двигатель деген сөздің өзін ешкім қолданбайды. Оны движок деп қысқартып алған. Өйткені барлық тілде сондай оңтайландыру процесі бар. Сөздерді қысқарту, сөйлемдерді, сөз тіркестерін қысқарту. Сондықтан олар двигатель деп айтпайды, олар движок деп айтады. Ағылшын тілінде мысалы мотор, engine деген сөздер бар, қысқа-қысқа, ыңғайлы. Ал қозғалтқыш деген сөз өте тұрпайы естіледі. Осындай бірен-саран мысалдар бар, өздеріңіз көргендей. Олардың сапасы өте нашар, дұрыс аударылмаған сөздер. Яғни бізде аударма жұмысы жоқ деп айтса да болады. Осындай мысалдарды кез келген салада жүздеп, мыңдап келтіруге болады. Енді ойлай беріңіздер. Барлық салада қазақ тілінде сөз жетіспейді. Қарапайым күнделікті қолданыстағы сөздер қазақ тілінде жетіспейді. Яғни біздің заманауи тіліміздің сөз қоры өте кедей. Бірақ соған қарамастан біз бәріміз қазақ тілі ең бай тіл деп мақтанамыз. Ең әдемі, ең дамыған тіл деп мақтанамыз. Оның бәрі бос кеуде мақтаншақтық. Иә, кезінде орта ғасырларда біздің тіліміз шынында да әлемдегі ең дамыған, ең бай тілдердің бірі болған. Ол рас. Бірақ қазір мүлдем бәрі басқаша. Қазір бәрі керісінше. Қазақ тілі қазір әлемдегі ең артта қалған, ең кедей, ең ұсқынсыз, ең күрделі тілдердің бірі. Бұл шындық, оны мойындау керек. Біз өзімізді алдағаннан жағдай жақсарып кетпейді. Біз қазақ тілі ең бай деп мақтанғаннан ол шында да бай болып кетпейді. Бұрынғы заманда қазақ тілінің қолданысында басқа сөздер болған. Мал атаулары, төл атаулары, жануарлар атаулары, жер, су, шөп атаулары, оның бәрі бұрын қажет болған. Қазір бізге заманауи техникалық терминдерді қазақ тіліне аудару керек. Қазақ тілінде сол сөздерді білдіретін, сол ұғымдарды білдіретін жаңа сөздерді ойлап шығару керек, сөз құрастыру керек, сөз аудару керек.
және басқа тілден сөздерді бейімдеу керек, дұрыстап бейімдеу керек. Міне бізге осыған көңіл бөлу керек. Тілдің байлығын қазір осы сөздер құрайды. Заманауи тілдердің бәрі қазір өте қарқынды дамып жатыр. Өйткені қазір заман сондай. Ғылым мен техника қазір жарық жылдамдығымен дамып келе жатыр. Күн сайын жаңа терминдер шығып жатыр. Оның бәрін дер кезінде уақытында аударып тұру керек. Ал бізде қазақ тілінде бұл жұмыстың ешқайсысы істеліп жатқан жоқ. Сондықтан уақыт өткен сайын біздің тіліміз артта қала береді. Қазір қазақ тілі дамып жатқан жоқ. Ол бір орында тұр. Тіпті ол төмен қарай құлдырап бара жатыр деп айтса да болады. Енді осының бәрінің себебі не? Қалай тіліміз сондай жағдайға душар болды? Және бұны түзету үшін бізге не істеу керек? Тілімізді қалай дамыту керек? Бұның бәрін қалай қалпына келтіру керек? Ол туралы келесі бейнежазбада. Сондықтан арнадан ажырамаңыздар. Келесі бейнежазбаларды күтіңіздер. Келесі кездескенше.